Негізі бастапқы кезде мен баламда бұл цитомегаловирустың бар екенін мен мүлдем білген де жоқпын. Бұндай вирустың бар екенін де білген жоқпын. Осы баламда температура көтеріле беріп, осы Абылай Қалдырбековичқа келген кезде, сол кезде осындай вирус бар екенін біліп, противовирусная терапия алдық. Алу барысында менде де күмән болды, көп ата-аналарда сияқты результат бола ма, болмай ма деген сияқты. Бәрі негізі бір Аллахтың қалауымен, негізі сеніп келетін болса, адам негізі шын результат болады. Түпкі бұл мидың зақымдалуы ең осы цитомегаловирустан болып тұр ғой енді. Содан кейін барып, уже біз невропатологтармен, басқа да реабилитациялар арқылы комплексына лечение алғаннан кейін бізде қазір енді балам 2 жас 7 ай, атоксическая форма ДЦП. Балам қазір альхамдулилля жүріп жатыр енді. Біз енді қазір повторный тағы да анализімізді тапсырып, жақсы жаңалықпен енді қуанып отырмыз. Басында енді титрға қарайтын болсам, мен өзім басында титрға қарап шошығам. Қазір одан қарағанда титрі да төмен түскен. Енді мен онша енді былай түсіне бермеймін енді. Врачтың айтуы бойынша активироваться етіліп отқан жоқ енді цитомегаловирус. Самочувствие жақсы балада. Өзет жақсы. Онда температура бұрынғыдай часто емес ондай. Сол енді қазір. Мұқалаш? Негізі мен бір мамашаларға бір өзім бір мен ақыл кеңес деп айтпай қойын, бір жанашыр ретінде айтқым келетін нәрсе. Кімге бір врачқа барсаңыз, ЛФК инструкторға барсаңыз, кімге барсаңыз, негізі шынайы адамда бір сенім болу керек деп ойлаймын. Сеніп, әрине бірінші Аллахқа сену керек. Бір сеніп, сол адамнан бір сол адам себепші болатындай сеніп барса, негізі бір титтейде бір сомнение болса, негізі ешқандай анада именно бір сомнение болса, негізі ол болмайды, результат бәрібір все равно. Мен мысалы осы ЦМВ-ны емдеген кезде, невропатологқа барған кезде де, просто ЛФК-ға барған кезде де менде мынандай. Мысалы мен балам почти 1 жылда ЛФК алған жоқ. Бір жағдайларға байланысты аламай қалдық. Сонымен 1 жылдан кейін мен ЛФК алып барған кезде мен іштей сенім болды менде. 1 айда балам мысалы жүріп жатырды уже. Сондықтан мен мамашаларға кеңесім, қандай специалистке баратын болсаңыздар да іштей сеніп бару керек деп ойлаймын. Рахмет. Келе бар. Жүр ана жаққа. Ол кете береді өзі. Жүр кет. Кел. Жүр кет. Адамдарың құтты болсын.